Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, сочный, мощный тауық етінен котлет дайындайтын боламыз. Видеоға лайк басып, сақтап алуды ұмытпаңыздар. 1 килограмм филені ет тартқыштан немесе осылай блендерден езіп аламыз. Дәл осы әдіспен 2 үлкен пиязды және де 100-150 грамм капустаны езетін боламыз. Дәміне қарай приправаны, тұзды, қара бұрыш, қызыл бұрышты салып, барлығын араластыратын боламыз. 2 тілше нанға азғантай сүт құйып езіп аламыз, және де 1 жұмыртқаны салып, осының барлығын араластырамыз. Енді қолымызда азғантай сулап алып, формасын келтіріп, табаға саламыз. Табаның астын міндетті түрде майлауымыз керек, немесе осылай пергамент бумагасын салып барып, котлеттерді саламыз. Бетін міндетті түрде фольгамен немесе пергамент бумагасымен жауып, 180-190 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің котлет дайын, өте дәмді болады, жасап көрулеріңізге кеңес беремін.